Барша хабардар болсын, жедел жаңалық. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемжене қызасында болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына бір дана лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңызға батуланың қабырғаларына тиісін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Астанада Қызылорда облысының тауар өндірушілерінің жәрмеңкесі өтіп жатыр. Жәрмеңке Астанада 16 және 17 қыркүйек күндері өтеді. Қызылорда облысының тауар өндірушілерінің қатысуымен ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтіп жатыр деп хабарлайды Сарбас KZ. Қызылорда өңірінде өндірілетін отандық өнімді қолдау мақсатында жәрмеңкеде ауыл шаруашылығы тауарларының арнайы көрмесі өтуде. Елу жүк көлігімен 60-қа жуық ауыл шаруашылығы тауарының өндірушілері Қызылорда облысынан Астанаға жалпы сомасы 200 миллион теңге болатын 500 тонна өнім әкелді. Жәрмеңкеде 135 тоннадан астам күріш, 10 тонна ет және 30 тоннаға жуық балық өнімдері, 30 тонна көкөністер мен жемістер, 260 тонна бақша өнімдері, 3 тонна ас тұзы, 10 тонна сүт өнімдері, 5 тоннаға жуық кондитерлік өнімдер бар. Сондай-ақ жәрмеңке алаңында Қызылорда әртістерінің қатысуымен концерттік бағдарлама өтіп жатыр. Жәрмеңкедегі бағалар әдеттегі нарықтан арзан. Видеоролигіміз сізге пайдалы болған болса, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз, қымбат көрермен, себебі жақсылықты тарату, оны жасаумен тең. Көбірек адамдар хабардар болсын.